Аларыңыз насылтым, сәлемек жақсыларым, аман есенсіздер деген ойдамын. Кеше Жамбыл Рахматулланы қарағам. Әлі сол білмеймін, ол жігіт нені дәлелдемекші, кімді құтқармақшы. Өзінің жеке, енді мен энергопрактик болғаннан кейін, психолог болғаннан кейін, өзінің жеке біреуді құтқарып, білмеймін, әке-шесінің алдында борышы ма, қазмаған пікірлер жазылуы мүмкін. Ол ел үшін жүр, айналайын, ел үшін, халық үшін деген, ол ондай өтірік әңгімелер ертекте оқи салайықшы. Ел үшін, жер үшін, атамекен жер, намыс үшін бірдеме деген, ол ертек қой. Ол адам өзі үшін өмір сүреді, адам өзінің намысын бірінші қолдайды. Ататүрік, мысалы, қазір мақтан тұтамын, түріктер өз Түркиясын сақтап қалды деп, ол өзінің мансабы үшін жүрді. Өзі түрік, мейлі қай қалада туылмасын, көзі қандай, көзі тұздай, түрікке ұқсамайды, анау дейді, бірақ ол не істеді? Өзінің намысын қорғады. Өзінің намысын қорғағаннан кейін бүкіл ұлт арқасында алып шықты. Ол ұлтты қорғады деп мен оған сенбеймін, өйткені оған аруақтар көмек бермейтін еді, оның әулеті көмек бермейтін еді. Сіздің арқаңызда 126 сіздің ата-бабаңыз тұр. Сізді жасаған 126 аруақ сізді қолдап қорғап тұр. Егер сіз өз ата-бабаңызбен мақтан тұтпасаңыз, өзіңізді кім екеніңізді, өзіңізді шыққан жеріңізді, Қазбекбек атамның марқұм жанын жай тапқыр, жақсы көремін сізді. Сол кісінің сөзі әркез аузымда. Біз іннен шығып, иттен жаралған жоқпыз. Сол сияқты сіз адам баласынан 126 ата-бабаңызға, апа-аталарыңызға алғыс білдіріп, солардың шыққан жеріңізді мақтан етсеңіз, туған жеріңізді, бүкіл қазақ жолын, ол үшін Тоқтар Абыз тыңдаңыз, қазақ жолы қандай екен. Онда қазақ жолының жүйесіне тәптіштеп айтып береді сол кісі. Ауызға шайнама жұта сал болды, түсінген адамға, әрине миы бар адамға. Онда сіздің жолыңыз ашық. Мен бұл жерде ол жігітті сынап тұрған жоқпын, қолынан келгенін жасап жүрген шығар, бірақ қай күн думанды да естідім. Тиктоктамыз ғой, бәріміз әлеуметтік желіде қарап отырамыз. Бірақ сондай намысы бар жігіттерге айтарым, сіздер нені және кімге дәлелдемекшісіздер? Қаңтар оқиғасының алдында мен де саясатта жүрдім. Жалғыз басты аналардың мәртебесін көтеріп, үйлі жайлы қанша келіншектерге, бақытты отбасыға білімдерін көтерткізіп, мүлдем білімі жоқ қыздарға, атамекенге қанша жолдама алып беріп, қанша тігінші курстарына жазғызып, өзінің 4,5 миллион не беретін еді ол кезде, көмек ақша, бірақ қайтарылады ғой оның бәрі. Өкімет сізге қашан тегін нәрсе беретін еді. Бірақ менің бір түсінгенім, олай біз елді өзгерте алмаймыз. Адам біреуді құтқарып, содан рахат табу деген ол өтірік нәрсе. Бірінші өздеріңізді құтқарыңыздар, бірінші өз әулеттеріңізді жарылқап алыңыздар. Қалай айтады? Бірінші өзіңді жарылқа, кейін тума туыстарыңды, кейін жора жолдас, кейін көрші қолаң, кейін бар ел жұрт. Өзіңді жарылқамай, өзің толық құмырай, толық тостағаны толық болмаса, сен қандай күш қуат бересің еліңе, жеріңе? Өзіңде білім аз болса, өзіңде денсаулық аз болса, өзіңде байлық аз болса, сен кімге бересің? Әрине бар болған оңалады, жоқ болған жоғалады дейді, дұрыс. Бірақ кімнің ненің намысын жыртып жатсыздар, мен түсінбеймін. Кеше Тоқаевтың бір сөзін қарап қалдым инстаграмнан. Ар жақта анау токботтар ау деймін,
өліп браволатып жаңағыдай алақайлатып жазып жатыр да. Қанша қырғындар, қанша қыршындар кеткенмен бәрін естен шығарып тастады ғой деймін. 3-4 жыл өтті. Қандай мына жерде Алматы алаңдарда, Алматыда ғана емес, қанша алаңдарда қан судай ақты, бәрін естен шығарып кеткендей. Бірақ ол кісінің саясаты баяғы жібек жолын жандандырмақшы да. Қытайдың жібегін Иранға баяғы ата бабамыз тасыды ғой, әр 40 шақырым қалалар салынып. Сол жолды қайта жандандырып жатыр ол кісі. Сіздерге мүмкіндік логистикамен айланысыңыздар, сауда-саттықпен айланысыңыздар, ақша жинаңыздар, революция қалай жасау керек, Лениннің шығармаларын оқыңыздар. Мен бұны қазір не үшін айтып жатырмын? Мен бір қазір маған бір үстіме іс қозғап сылтан андай-мындай емес. Мен өз қазақшылығымды, өз қазақ ұлтымды биіктен көргім келеді. Өз қазағымды сол алтын тақтарда көргім келеді. Кремльдің басында Сталин келгелі бері орыстар жоқ. Орыстар ешқашан Кремльді басқармаған. Кремльді қазақтар басқарған, Кремльді немістер басқарған, қазір жүйіттер басқарып отыр. Сіздің армандаған Украина жеңсін дейді, оны да жүйіттер басқарып отыр. Сіздің армандаған ақш, Европаңыздың бәрін жүйіттер басқарып отыр. Сонда былай алып қарасақ, оң жағыңызда жүйіттер, сол жағыңызда қытайлар отыр. Қытайда бір осал түстер өте көп. Бірақ оларды сол Мао Цзедунға олар алғыс білдірсін, керемет жол жасап кеткеніне. Өйткені оларда біліммен күн көретін олар түсінді. Бізге де соны түсіну керек. Бірақ бізге білімді аспаннан емес, бізге білімді өз жүрегімізден, қазақшылығымыздан табуымыз керек. Онсыз да ата-баба мұрасы өте көп. Қазақшылыққа үңілу керек. Қазіргі жігіттерге айтарым, логистикамен айланысып, Тоқаевтың жолымен жүрсеңіздер, өлмейсіздер, нан табасыздар. Бірақ байығанда біз байқадық. Баяғыда айтатын, қазақ байыса қатын алады, өзбек байыса тамсалады. Бірақ өзбектер жолда қалып кетті. Қазақтар қандай, оңтүстіктің жігіттерін, Шымкент қаласына әшейін барыңыздар, көресіздер, қандай біздің қазақтың жігіттері ғажап екен, тіл қостасқа. Бірақ олардың қателіктері не болды? Қалай батшылық тоқшылыққа жеткенмен айналасында мына жерінде дым білім жоқ екен, мына жүрегінде жоқшылық қой, жоқшылық анау ашаршылық, соғыстан әке-шешесінен дым көрмеген. Олар не деді? Ойбай қажылық, ойбай иманды бол, ойбай жабылып жүр, ойбай бір жапырақ жерінде бір бәле, ойбай қыздай ал, не қыласың оны деп 4-5 қатын балаларын алып беріп, шешелері ислам религиясының бір жеріне тығып тастады. Сонымен оңалған дым жоқ, қайта іріп шіріп жатыр. Ендігі жастарға, ендігі қазақ жігіттеріне әсіресе айтарым, ақша келеді, қазақтың ол тұла бойында байлық. Бірақ осы жолы негізі Назарбаевтың кезінде де күшті тұрғын, қанша жігіттер айтатын. Бұндай кісі отырғанда басып алсаңдар, өйткені ол кісі сауатсыз. Ол кісі білім көрмеген, металлург, қаяқтың білімі ода. Ол кісі билікті білмейді ол. Біздің Шыңғысхан баба аруағы тие берсін, білім жоқ қой біздің жігіттерде. Намыстанбай-ақ қойыңдар. Мысалы шапыраштылар не дейді? Оларда мысалы күш, жалайырларда не дейді? Оларда да сондай күш. Біздің қазақта білекпен алады, жігіттер. Енді жігіттерге айналайын, қазақтың жігіттері айтарым. Күш білекте, білем. Бірақ керемет мақал бар ұлтымызда. Білімді мыңдық жығар дейді, білекті бірді жығар дейді. Сіз күшіңізбен бір-екі адамды жеңетін шығарсыз. Бірақ біліммен сіз 1000 адам, миллион адам, сол жүйіттерді де жеңу. Жүйіттердің осал түсі, оларда дым жоқ, оларда жер жоқ, оларда аманат жоқ, оларда асыл мұра жоқ, оларда қазақтың жүйесі жоқ. Сіздің қаныңызда жүйеңіз.
жойт ешқашан жойттың тарихы жоқ. Өйткені жойт өзінің туған қарындасынан туған шірік. Оларды қаны шірік. Оларды аруақ ешқашан қолдамайды, оларды құдай ешқашан қолдамайды. Олар бәрін өтірік бір жақтан жазып, мысырлықтардан жазып, гректерден жазып, латыннан жазып, өтірік бірдемелерді ұйымдастырып, ауызбен, сөзбен өтірік адам миын аулап сиқырмен бар білетіні олар сол өтірік жалған. Қытайлар да тура сол шылтырлағанды, тура соның көшірмесін жасап, шылтырлатып соны береді. Енді ана жібегі шығар, енді ана құдай енді сөйтіп берген шығар. Бізде қазақта деген кең байтақ, не жоқ бәрі бар. Жер жаннаты, жер жұмағы, не керек бәрі бар. Бірақ нәрсе, өзіңді, өзің аруағыңды ұлықташы. Өзіңді кім екенін танышы. Өзіңді кім екенін таны деген сөз, өзіңе сенші қазақ екеніңді. Қазақ екеніңмен мақтан етші. Сол май құртыңмен, сол қымызыңмен, сол саумалыңмен, сол құрақ көрпеңмен, сол кестеңмен, сол айбалтаңмен, сол қамышыңмен, сол қамшыңменен, сол бұрымдармен. Мен мысалға байым жоқ, жесірмін, шашымды жайып отыр. Ақ жаулықты жоқ, өйткені байым жоқ. Мен салт дәстүрді сақтап отырмын. Өлмейміз салт дәстүрді сақтасақ, өлмейміз тәңір дінімізді ұстансақ, өлмейміз аруағымызды ұлықтасақ, сыйынсақ аруағымызға. Аруағымызды тіктесек өлмейміз. Қанша қиын замандарда бізді аман алып қалған аруақ енді осындай ақпараттық соғысты алып қала алмай ма? Жаныңыз, ойыңыз, тәніңіз, рухыңыз таза болу үшін қазақшылыққа қайтыңыздар. Ақша, дүние мүлік, қолдың кірі деген, ол күш қуатқа келеді. Мына жеріңіз тоқ болса, әке-шеңізге риза болып, ата-бабаңыз аруағына сыйынып риза болып, өз-өзіңізді сеніп, өз-өзіңізге риза болсаңыз, дүние былай емес мынадан батасыз. Бірақ сол кезде асып-тасып, Құнанбайлар сияқты Меккеге барып, қонақ үй емес, жаным, сол өзің ауылыңа құдық қаз, өзің туған жеріңе жол сал, өзің туған еліңе мектеп салып бер, сенен кішкентай ұрпақтардың көзі ашық, кітап алып бер, қағаз, дәптер алып бер, қалам алып бер, компьютерлары жоқ па, компьютер, ноутбук алып бер, мегабайт жоқ па, Wi-Fi қойып бер. Өзіңнің қазағына, өзің ұлтына қызмет жаса да. Өзің ұлтын өсіп өнсін да. Өзің ұлтын деген өзің бала шаған ғой. Мейлі 20 ел, 3 теле, 500 болайық. Мейлі. Өзіңнің аруағына, өзің әулетіңе қызмет жаса. Көбі мысалға кімді анау қазір ойбай альт деп Құрманғалиевті ма кімді тағана скрипач бар ғой, орыстанып кеткен. Шешесі бір неде пятилеткада ма қай жерде Алматының шетінде бейшара бір үйде тұрады, өзі Парижде концерт береді деп. Қандай жаман, қандай жаман естіледі. Сенің Париждегі жетістігін атасының басына, шешең бір қайықтағы бір жерде өмір сүреді. Сол үшін айтып жатырмын. Байлық ол келеді сендерге. Тоқаев болмасын, басқа Моқаев келеді, Шоқаев келеді, Бақаев келеді, бірдемелер, Назарбаевтағы бірдемелер келеді. Мәселе билікте емес, мәселе кім басқарады. Олардың бәрі ақмақ, олардың бәрі енді білем, қазір билікке де қатты бірдеме айта алмаймын, өзімде де арқамды ойлаймын, бірақ былай шын айтқанда негізгі сауатсыз. Олардың бар мақсаты, бірақ мақсат амеба сияқты жеп ішу. Бір керемет бір өркениет мен көріп тұрған жоқпын. Өйткені қалай ауырдың астымен келеді ма, бір бәлеші, ауырдың үстімен жүру керек сияқты, бірақ олар ауырдың астымен кетіп барады. Өте сауатсыз екен. Мен мысалы Тоқаевты ана марқұм мақтайтын дипломат жігіт,
өте сауатты жігіт деп. Білмеймін. Енді қазір бәрі айтуы мүмкін, мақтан етсе соғыс болмай тұр ғой елімізде деп. Назарбаевтың кезінде де ағам сөйтіп айтатын. Бүкіл Сирия, Пакистан, немене анау араб елдері быт-шыт болып жатыр. Сол Назарбаевқа рахмет, сондай болып кетпеген үшін. Кремльмен әйтеуір, анамен бәрімен әйтеуір сауда-саттық жасап отыр. Негізі Назарбаев кеткен жоқ, әлі соның билігі жүріп жатыр. Енді алғыс білдірейік, соғыс, еліміз тыныш, жерімізді әйтеуір әр ұлтқа таптатып, әйтеуір нанымыз бар. 500 теңге ма, 300 теңге болса да. Білмеймін, Құдай ақырын берсін. Бірақ қарақшылармен, сауатсыздармен тек сауаттылар жеңеді. Мен соны түсіндім. Шетелден білім іздемей ақ қойыңдар. Өте қымбат айтқанмен дым жоқ. Қанша ақшамды шаштым, қанша миллионға жеткен жоқпын, миллион сұраған жоқ. Ары кетсе 800 мыңдайға жеттім. Қарап оқыдым. Өзім шежірем, одан шығарса, Тоқтар Абыздың 5000 теңгесін кітабын алып, болмаса Асқар ағаның 3000 қанша, Асқар Селебаевтың шежіре кітабын алып, сол 800-ді соларға бергім келеді. Дым тапқан жоқпын шетелдің оқуынан. Өзім қазақшылығыма қайтып келдім. Сондықтан айтарым сіздерге, анау жаман, мынау жаман, біреуге ештеме дәлелдемей қойыңыздар. Әрине енді ол сіздің жолыңыз шығар. Бірақ анау жаман, мынау жаман емес, жаным сол. Егер билік ұнамай жатса, маған да ұнамайтын еді. Қарақшылармен мен тек сауаттылық көзімді ашып қана мен жеңдім. Құдайға шүкір. Керемет бір қазір сол Шораевтар сияқты, мүмкін фазендім жоқ шығар, мүмкін Назарбаев сияқты, яқты кім анау Марғұлан Сейсенбаевтар сияқты яқталар, мен яқталарым Босфорда емес шығар, оған да жетермін. Бірақ мен мансабым ондай емес, мен мақсат мұратым қазақшылық, қазақша өмір сүргім келеді. Нағыз қазақша өмір сүргім келеді. Беймарал, жай барахат, құртымды жайып, малымды бағып, алтын тостағандардан алтын шаңышқылармен, итім де сол алтын астаулардан, алтын тақтардан, Құдай сол тілеуіме жеткізсін. Көмек керек болса, әрине мархабат, хабарласыңыздар. Бірақ тағы да айтамын, баршылық, тоқшылыққа жетеді қолдарыңыз. Бөтенге қызықпай қойыңдар. Ойбай Монако, ойбай Дубай, ойбай немене анау Қытайдың бірдемелерін қызықпай қойыңдар. Түк қызық жоқ ол жақта. Мейлі барып көрем десеңіз, барып көріңіздер. Бірақ бұл әлемде ұтатын ол білім, сіздің тәжірибеңіз және жаным сол қазақшылық. Қазақшылыққа сүңгіп кетіңіздер. Әр сөзінде, әр әрпінде қазақтың 9 жаным сол бойтұмары әрпі, әр инабатты сөзінде, әр ғажап сөз тіркестерінде, әр ұлы мақалдарында біздің жан дүниеміз. Біз содан жарқыраймыз, жанамыз, өсеміз, өркендейміз. Қазағым аман болсын. Қазақ болып туғаныма мақтан етемін. Әкем қазақ, анам қазақ, ата-бабам бүкіл 126, бүгін Пешенбіде отырмын, бүкіл 126 ата-баба, әже, апаталарым қолдарынан сүйдім, жандарынан сүйдім. Жатқан жерлері жарық, топырақтар торқа, жандары жай тапсын. Осындай жарық дүниеге күш жұмсап, махаббаттарымен дүниеге әкелгендеріңізге алғыс білдірем. Әр қазағымды құшақтадым, сүйдім, жандарым сол ботақандарыңыз маңдайынан сүйіп, арқаларынан қағып, мақтан етіңіздер. Қазақ болып туғандарыңызға. Мейлі қай ру, мейлі қай жүз.
қазақ ұлты болсаңыздар өсіп өніңіздер. Басқаны білмеймін, оларды түсінбеймін, оларды ұқпаймын. Сол жандарым сол. Сондықтан ешкімге қапа болмаңыздар, ешкімнен бәле күтпеңіздер. Өздеріңізге ішіңіздер, жеңіңіздер, оқыңыздар, таныңыздар, көріңіздер. Бірақ қазақшылықпен ғана. Қатаң соған сақталып, қадалып қалыңыздар. Қазық болып. Темір қазығымыз, бүкіл жеті қарақшымыз, бүкіл ұлы әулиелеріміз, әмбиелеріміз, бүкіл қазақтың, қазақ деп өткен ақын жазушыларымыз, қазақ деп өткен бүкіл жыр, терме, барлығына алғыспен қабылдай отырып, мың өліп мың тірілген ұлтымыз жарқырай асқақтай берсін. Қорқыныш қалмайды, тек бұл жерде жайбарақаттық, өз-өзімізбен үйлесімдік, бәрі де болады. Құдай қаласа, Құдай қалайды да. Неге? Өйткені біз қалаймыз оны. Өйткені бұл жер біздікі, жарық дүние біздікі. Тәңірлі Құдай өмін.